Саламатсыздар ма балалар? Қазір бізде математика сабағы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз 3 бұрыш, тік 4 бұрыш және шаршының периметрі. Бүгін біз сендермен фигуралардың периметрін есептеуді үйренетін боламыз. Сендер бірінші сыныптан бері геометриялық фигураларды жақсы танисыңдар. Ал ендігі кезекте фигуралардың периметрі дегеніміз не және оны қалай есептеуге болатындығын үйренетін боласыңдар. Қазір мына видеоға назар аударыңдар. Бүгін сен периметрдің не екенін білесің. Периметр жазық пішінді геометриялық фигураның барлық қабырғалары ұзындықтарының қосындысы. Периметрді латынның үлкен П әрпімен белгілейді. Алдымызда тік 4 бұрыш. Тік 4 бұрыштың ұзындығы 4 см. Ал ені 3 см. Осы тік 4 бұрыштың периметрі нешеге тең? Периметрді табу үшін барлық қабырғаларын қосу керек. Периметр тең 4 см қосылған 3 см қосылған 4 см қосылған 3 см. Есептейміз. Периметрі 14 см-ге тең. Тік 4 бұрыштар әртүрлі болғандықтан, сандардың орнына әріп қойып, А қосу Б қосу А қосу Б формуласын құрамыз. Тік 4 бұрыштың периметрін басқаша есептеуге де болады. Біз тік 4 бұрыштың 2 ұзындығы және 2 ені бар екенін білеміз. Сондықтан ұзындығы мен енін 2-ге көбейтіп, нәтижелерін қоссақ болады. Периметр тең 4 см, көбейту 2, қосылған 3 см, көбейту 2. Периметріміз 14 см-ге тең. Ұзындық пен енін әріппен ауыстырып, мынандай формула шығарып аламыз. Периметр тең А көбейтілген 2 қосу Б көбейтілген 2. Периметрді табудың үшінші тәсілі бар. Мұқият қара. Тік 4 бұрыштың 2 ұзындығы мен 2 ені бар. Біз ұзындығы мен енінің мәндерін қосып, нәтижесін 2-ге көбейтсек те болады. Периметр тең 4 см қосу 3 см көбейтілген 2. Есептейміз. 4-ке 3-ті қоссақ 7, 7-ні 2-ге көбейтсек 14 см шығады. Ұзындығы мен енінің қосындысын әріппен алмастырып, формула құрамыз. Периметр тең А қосылған Б-ні көбейтеміз 2-ге. Қара, біз периметрді табудың 3 түрлі формуласын құрдық. Сонымен балалар, фигуралардың периметрін қалай табуға болады екен? Дұрыс айтасыңдар. Фигуралардың периметрін фигуралардың барлық қабырғаларын қосу арқылы табуға болады. Периметрді қандай таңбамен белгілейді? Жарайсыңдар. Периметрді латынның бас әрпі П әрпімен белгілейді. Бірінші формулада тік 4 бұрыштың периметрін табу үшін оның барлық қабырғасын қосынды түрінде көрсеткен. Өздерің білетіндей, қосуды көбейтуге алмастыруға болады. Яғни екінші формулада А мен 2-ның көбейтіндісіне қосқан Б мен 2-ның көбейтіндісін. Үшінші формулада жақша ішіне ені мен ұзындығын, яғни А мен Б-ның қосындысын көбейтеміз жақша сыртындағы 2-ге. Осы балалар, суреттен қандай фигураны көріп тұрсыздар? Дұрыс айтасыздар. Бұл шаршы. Шаршының барлық қабырғалары тең болғандықтан, шаршының ұзындығын бір ғана әріппен таңбалаймыз. Шаршының периметрін табу үшін оның барлық қабырғаларын қосуымыз қажет. Бұдан шығатын формула П тең А-ны 4 рет қосамыз. Немесе осы формуланы қысқартып
былай да есептеуге болады. А қабырғасын 4-ке көбейтеміз. Келесі суретте қандай фигура? Тамаша, бұл үш бұрыш. Үш бұрыштың да периметрін табу үшін, оның да барлық қабырғаларын қосуымыз қажет. Бұдан шығатын формула P тең А мен Б-ның қосындысына қосылған С қабырғасы. Балалар, бүгінгі біздің тақырыпты түсінген болсаңдар, есеп шығарайық. 39-ші беттегі 4-ші есептің асы. Үш бұрыштың қабырғасының ұзындығы 26 см. Ал екінші қабырғасының ұзындығы біріншісінен 15 см-ге ұзын. Ал үшінші қабырғасының ұзындығы екіншісінен 28 см-ге қысқа. Үш бұрыштың периметрі нешеге тең? Балалар, бұл есепте қандай фигура берілген? Дұрыс айтасыңдар, үш бұрыш. Алғашқы қабырғасының ұзындығы неше? 26 см. Дұрыс. Ал екінші қабырғасының ұзындығы белгілі ме? Дұрыс айтасыңдар, белгісіз. Бірақ біріншісінен 15 см-ге ұзын. Үшінші қабырғасының ұзындығы нешеге тең? Тамаша. Ол да белгісіз, бірақ екіншісі қабырғадан 28 см-ге қысқа. Балалар, бұл есептен нені табуымыз қажет? Дұрыс айтасың, үш бұрыштың периметрін нешеге тең екендігін табуымыз қажет екен. Ендігі кезекте есептің шартын құрастырайық. Үш бұрыштың А қабырғасы 26 см-ге тең, ал Б қабырғасы белгісіз, бірақ А қабырғасынан 15 см-ге ұзын. Бұны сызбамен көрсетіп қойымыз қажет. С қабырғасы белгісіз, бірақ Б қабырғасынан 28 см-ге қысқа. Бұны да сызбамен көрсетуіміз қажет. Үш бұрыштың периметрі белгісіз. Балалар, ұзын немесе артық болған жағдайда қандай амал қолданамыз? Естеріңе түсіріңдер. Дұрыс айтасыңдар, қосу амалы. Яғни 26 мен 15-тің қосындысы 41-ге тең. Б қабырғасы 41 см. Қысқа немесе кем болған жағдайда қандай амал қолданамыз? Тамаша, азайту амалы. 41 мен 28-ің айырмасы 13 см-ге тең. Яғни С қабырғасы 13 см. Балалар, периметрді табу үшін біз қандай амал қолданатын едік? Дұрыс айтасыңдар, қосу амалы. Периметрін табу үшін балалар, үш бұрыштың барлық қабырғаларын қосуымыз қажет. 26 мен 41-дің қосындысына 13-ті қосамыз. Тең болады 80. Үш бұрыштың периметрі 80 см. Келесі кезекте 4-ші есептің асын шығарайық. Тіктөт бұрыштың қабырғасының ұзындығы 9 см, ал басқа қабырғасының ұзындығы одан 3 есе кем. Яғни ұзындығынан бөлек тіктөт бұрышта бізде қандай қабырға бар? Дұрыс айтасыңдар, ені белгісіз, бірақ ұзындығынан 3 есе кем. Тіктөт бұрыш қабырғаларының ұзындықтарының қосындысын тап. Балалар, тіктөт бұрыш қабырғаларының ұзындықтарының қосындысын табу арқылы біз тіктөт бұрыштың несін тауып аламыз? Тамаша, периметрін. Олай болса, есептің шартын құрастырайық. Тіктөт бұрыш қабырғасының ұзындығы 9 см-ге тең, яғни А 9 см. Ені белгісіз, бірақ ұзындығынан 3 есе кем. Периметрі белгісіз. Шешуінде алдымен енін тауып аламыз. 9 бен 3-тің бөлінісі 3-ке тең, яғни ені 3 см. Периметрдің формуласын еске түсіре отырып, қалаған формулаға қойып, тіктөт бұрыштың барлық қабырғаларын қосамыз. Мен 3 формуланы да көрсеттім. 3 формула бойынша есептедім. Өздерің қалаған формула бойынша есептеп жазуларыңа болады. Тіктөт бұрыш периметрі 24 см-ге тең. Балалар, осы 4-ші есептің Б-сын үйде еске түсіре отырып орындаймыз. Маған сабақты қалай түсінгендерің туралы смайликті жіберуді ұмытпаңдар. Мұқият болыңдар.